Әлемде қаншама адам болса, соншама тағдыр, соншама өмірлік жол бар. Және де әрбір адамның өмірі, өмірлік жолы құрметпен қарауға лайықты. Және өз өміріңізді абыроймен, ең бастысы бақытты өмір сүріп шығамын десеңіз, әрдайым өзіңізге не үшін деген сұрақ қойыңыз. Яғни өміріңізде белгілі бір жағдай орын алып, көңіліңізді қынжылтса, не себепті бұл менің басыма келді? Және де мен бұдан қандай сабақ ала аламын болашақта бұндай жағдай қайталанбас үшін деп, міндетті түрде осы жағдайды сараптап, одан сабақ алу керек. Егер де адам автоматты түрде өмір сүре беретін болса, оның өмірі өз қалағандай бақытты болмайтыны, жетістікке тола болмайтыны анық. Сондықтан да қандай жағдай, қандай іс басыңызға түспесін, міндетті түрде ол жағдайды әртүрлі жақтан сараптап, болашақта ондай жағдай қайталанбас үшін не істеу керек екенін анықтап, үйреніп, және де оны дағдыға айналдырсаңыз, сіздің өміріңіз әрбір қиындықпен жолыққан сайын, тәжірибеңіз бен зерттеуіңіздің арқасында жаңа нәрсені үйреніп, ақылдырақ бола түсесіз, және де бұндай жағдайлардың қайталану ықтималдығы төмендейді. Тіпті жаңағыдай қиын жағдай орын алып жатқанның өзінде де сізде жоспар болады, бұндай жағдайда мен не істеу керекпін деген. Яғни сіз дайын боласыз қиындықтарды жеңіп, өзіңіздің адал өмір жолыңызбен ары қарай жүріп өтуге.